night, all night, all night, all night, all night. Maranos show all night, all night, all night, all night, all night. Maranos show all night, all night, all night, all night, all night, all night. Assalamualaikum, hoş geldinizler. Bu o night. Құрметті көрермендер, қазір ән мен әнші бұлай тұрсын, ән шығаратын авторларда өте көп. Сонымен өзінің әндерінің авторы және орындаушысы Нотабеков Әнасыл Нашар FM радиосында. Я, тағыдан Нашар FM-де бізде Нотабеков Әнасыл. Құрмет қошеметтеріңіз. Әнасыл, сіз қайдан келдіңіз? Ақтаудан. Ақтаудан Әнасыл. Ендеше менің алғашқы әнім базар туралы. Барып едім базарға, етті сатып алуға, өсіп кеткен бағасы қымбат екен әсіресе ірі қара, ірі қара. Оу, нес ірі қарасы, сөй? Дұрыстау өлең айтсай, мән мағынасы бар. Сенің жақсы көретін тақырыбың туралы айтайын ба? О, болады, жақсы көретін тақырып. Сайнада жоқ, Сейфуллинда жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ей! Рахмет. Егерде біздің радиомызды тыңдап отырсаң, Елнара хабарла, сен зеудемін. Және де арғарай жалғастырамыз, дұрыстау әндер айтсаң. Халыққа керек әндер. Халыққа керек ән. Азық-түліктің бағасының қымбаттауына біздің шенеуніктердің айтқан әні. Ол мейлі. Бұл сонда әніңіз ба сіздің? Жоқ, кәдімгі мағынасы қайырмасы бар, бір шамал кәдім. Айтсайшы дұрыстап әндеріңізді. Тағы да саяси ән. Нұр-Сұлтан қаласындағы ғимараттарға арналатын ән.
Абу Даби сала бастады, ЛРТ-ні соға бастады. Жетпеді мың бір түн, мың бір... Сен ондай әнді айтуға болмайды, білесің ба? Кәм дұрыстау ән Онда халал ән. Халал тойдағы ән. Виски, кола, шайнектерде толы. Анасыл ән айтқанда үйіндегілері ұйықтағанды жақсы көреді. Себебі Анасылдың ән айтқанға қарағанда қорылдағаны әдемі естіледі. Ендеше, келесі ән Юрий Шатуновтың әндерін шатастыра беретін бала. И снова седая ночь и розовый вечер. Анасы саған тағы да бір-екі мүмкіндік берейін, болды. Одан артық бере алмаймын. Менің жан достарыма арналады. Қарап тұрсам тағы, достардың көп қой саны, сүйісіп амандасады, достарымның бәрі. Жүрегім менің молодой, достарым менің голубой. Анасыл, адам намысына тие берме, басқа ән айтады. Ендеше, Тальгоның проводниктары қызға арнаған ән. Біз екеуміз сен жалғыз, андай қыз. Ей! Болды, құрметті көрермендер, осы Бір шанс, соңғы шанс. Еркекке шанс берген қалай өтті? Пара алатын шенеуніктерге арналатын ән. Мал жандарың аман боп, аман есен жүріңдер, көтерілген сайын далбасалай бермеңдер. Бүгін бізбе бірге эфирде болған Нотабаев Анасыл. Рахмет. Қатырақ, қошемет сыйлық. Жандос Самалбеков. Және де Қамбаров Абзал, полный абзац. Кезекте біздің ұнайт шоу жобасында стендап жанрында қыздардың намысын қорғап жүрген аруымыз Айым Бақытжанқызы. Стендап! Общий бақтарыңыз. Алдарыңызда Қазақстанның каратеден мастер спортасы тұр. Бақытжанқызы Айым. Достар, менің жасым 24-те, мен бойдақпын. Бәріқтарымыз соцсеттерде отырамыз ғой, Вот сол жерде семейное положение деген бар. Семейный положенияның астында в активном поиск деген бар. Маған сол в активном поиск дегенде ауыстыру керек. Прям срочняк кету керек маған. Кету керек. Алып қашып кетші мені деген маған статус керек бұл жүр маған ше. Неге десеңіздер, 24 жас дегеніміз ол қызға болып отырып қалды деген сөз. Шын ғой, қыздар, Вот. И мені үйдегілер всегда айтады маған ше, күніге үйден шығып баратам ба, үйден келе жатам ба, не әлі байға шыққан жоқсың ба не? Кетсеш үйден, отырып қалдың ғой біздің мойнымызға. Кет құры, деп айтады маған мысалы. Туысқандарым вообще, ода шанс жоқ ол, болды, отырып қалды ол. Негізінде мен жігітпен жүргім келеді. Мен байға шыққым келеді менің. Просто маған жігіттер қарамайды. Спортсмен қыздарға қазір жігіттер вообще қарамайды. Неге десем, өткенде сұрап көрдім бір екеулерінен ше. Неғып қарамайсыңдар? Қыз деген нәзік болу керек қой дейді да. Боевой искусствомен заниматься ететін қыздар уже болмайды, жараспайды дейді да.
Оның барлығы отмазка так. Ондайды айтатын жігіттерді чорт жігіттер деп айтады. Мысал, салыстырып көрейік та, мені и няшка қызды да. Вот, реально ғой, салыстырайық давай, красавчик бар ғой ше. Вот сол қыздарға гүл алып беру керек, қымбат ресторанға апару керек та, маған донерка да жетеді ата. Еще ол қызды алып үйіне шарп салу керек. Мен шарп салуын қажет жоқ. Мен надо будет өздеріңді шарп сала аламын. Еще қыздармен кетіп бара жатқан кезде қараңғы көшелерден қорқасыңдар ғой. Менен қорқуың қажет жоқ. Менімен смело жүре бересіңдер. Біреу дейтін болса, өзім-ақ сықырып жүре аламын атаге. Еще ең ұнамайтыны, вот барлық жігіттер модель қыздарға қызығады. Фигурасы 90-60-90 қыздарға. Олар ұзын маникюр жасалған тырнақтарымен сендерге манта жасап бере алмайды олар. Нан илеп бере алмайды олар. Ет асып бере алмайды. Отын жарып бере алмайды олар. Машинаның дөңгелегін ауыстырып бере алмайды олар тырнақтарымен. Жігіттер, сендерге айтарым, модель қыздардың подкаблучнигі болғанша, мен сияқты қыздардың отағасы болып жүрдіңдер. Және де осы естіп жүрім, бәрі айтады, айым сен кәшін образ ғой, сен ешқандай спортсмен емессің сен дейді да маған. Мен каратискамын, шын айтам мен. Сенбейсіздер ғой, осы залда мен деген жігіттер бар ма? Бір бала шықсыншы, шықшы. Красавчик. Қошеметтеп қойық, реквизитті бола ма? Мына тақтай сенің қызыңа ұқсай ма деймін да, ойнап айтам. Ойнап айтам. Айым, кешірші. Сен өзің кішкене өзің салмағыңа сай біреуді шақырмайсың ба? Баш, әлсіз ғой мынау страшно. Кел, кеш. Міне. Шынымен, міне, көріп тұрсыздар ағаш, сынбаған, міне. Қошеметтеріңіз қолдап отырайық, армен қарай. Шаршадым. Мен сындыратындар бар ма осы? Жігіттер, хабарласыңыздар. Разнаразға кездесем. Сіздермен бірге болған Бақытжан қыз айым, рахмет. Маған осы шоу. Сонымен бүгінгі стресс конференцияның қонақтары Ұнайт шоу жобасы. Қошемет!
Сонымен стресс конференциямызды бастаймыз. Аманжан, Кез келген Иә. сұрақтар, қымбатты Залға түс. достар. Кез қолдарымызды келген көтереміз, сұрақтар. Сұрақтарыңыз жиналып қалған шығар шынымен де. Ана жақта бір жігіт қолын көтеріп отыр. Болды. Негізі машинаны артқа өткізбейміз ба? Внимание жетпей жатыр бізге кәдімгі. Ешкім қарап отқан жоқ, явно бізге. Тек қана Маша жауап береді сияқты қазір. О, Бәріне салам алейкум. салам алейкум. Осы ұнайды шоу программасын ашу жалпы кімнің ойына бірінші келді? Артта отыр. Бұл жобаны жалпы әзілсіз жауап берейін енді. Бұл жобаны ашу біздің алдыңғы буындағы ағаларымыздың ойына келген идея болатын. Осы жайдарманшылардың, КВНщиктердің, жалпы КВНщиктерді осы проектіге жинап, бір проектіде барлығы бірігіп өнер көрсетсін деген бас продакшн деген біздің ағаларымыздың продакшны бар. Сол кісілердің идеясы болатын. Біз оларды жақсы көреміз. Айтпесем, мынандай нәрсе ойымызға келмейді. Ойлағанымыздың бәрі жаңағы шопанда. Ағаларымызға рахмет деп алдым. Рахмет. Қол көрінбейді, кімде сұрақтар бар тағы? Сұрақ. Бұл шоу халықтың көңілінен шығып жатса, жалғасы бола ма? Жалпы көңілдеріңізден шығып жатыр ма өздеріңіздің? Значит, Халықтың көңілінен шыққан заттың әрмен қарай болмай қалуы ол мүмкін емес. Кью-попта өмір сүріп жатыр ғой бірден кейін. Жалпы, Маша күйеуге шыққанша түсіре береміз осыны. Я говорю, что ты мне нравишься, да ход. Сонымен, әрмен қарай сұрақ бар ма? Маша мына жерден чотқа көрінеді екен. Байдей бар ғой. Қымбатты достар. Маша қай жерде отырса да чотқа көрінеді ғой. Жалпы кет. Жігіттер. Маша жайлы әңгіме отырған, екі жағында отырған екі қыздар ғой, іштей жалпы. Деп жындап отқан сияқты. Өтір күліп отыр да, бірақ іштей. Қобыздың өлеңі бар ма? Қобыздың өлеңі. Нар жақ бүйтіп. Мен вообще айымдымды кетпен ғой. Қазақтың қыздары емес пе, қара көз. Ей, жандос. Сен бүгін қазақ қыздарына тиістің. Ертең. Ей! Ауылдан шыққан балалар қазір қаладамын, ауылға жиі барамыз, бәрін сағынғанда. Гүлдана, мен сені сүйем. Гүлдана. Эльдар, Ау. даусың жоқ сенің. Гүлдана, мен сені сүйем. Онша емес кендесің. Я тебя любил, а ты простила меня. Прости, моя, любимая моя. Арқам қозып жатыр. Бөле, счетты өзің төле, ары қарай жалғастыр. Макарон!